сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы векторлары бар әрекеттерге арналған тапсырмаларды шешу. Осымен қатар геометриялық тұрғыда біз сумма арқылы әрекеттерді шеше аламыз. Мысалға келтіретін болсақ, мына координатаны алдық делік. Бұл координатада бізде көріп тұрғандай А, С, В, Д векторлары бар. Және де біз бұл векторлардың қалай орналасқанын осы координат арқылы шешетін болсақ, онда кестеге түсіру арқылы шешейік. Мысалы, осыларды алдық. Мысалы, бірінші алдымен бізде мына жерде векторлар жазылады. Мына жерде OX-та орналасқан векторлардың сандары жазылатын болады. Бірінші бізде вектор А векторы, екіншісі В векторы, үшіншісі С векторы, төртіншісі Д векторы. Осы векторларды анықтайтын болсақ, мынаған анықтап қарасақ, мысалы А векторы бізде былай қарасақ, мені 1,5 мен 3-тің арасында жатыр, яғни -1, 3 болып жазылады. Ал енді біз В векторын алатын болсақ, В векторы бізде 3 пен 1,5-те жатыр, яғни 3, 1,5. Енді С векторын анықтайық. С векторы бізде 2,5 пен 1,5-те жатыр. Енді Д векторын анықтайық. Д векторына қарап тұрсақ, бізде 3 пен -3-те жатыр. Міне осындай. Ал енді біз осылардың модулын анықтайық. Біз алдымен OX координатасындағы модулін анықтау үшін бұл бізде мысалы А, В, С, Д векторының аяғымен барсын. Яғни басы қай жерде орналасқанмен, аяғы қай жерде орналасқанын алып тастаймыз. Мысалы 1 OX, біз OX-ті анықтайтын боламыз. Бізде басы -3,5 пен -2,5-те жатыр. Сонда екеуін азайтатын болсақ, тең 1 болады. -1 болады. Сонда біздегі мына жердегі біріміз осы арқылы шығып отыр. Екіншісі, сосын бізде 1,5 пен -4,5 тең 3-ке тең болады. Енді ол Y өсін анықтайық. Ол Y өсін анықтау үшін бізде тура осы OX-те қолданған нәрсені осы Y-те де қолданамыз. Мысалы, 4 минус 1,5-ге тең болады 2,5-ге. Екіншісі 2 минус 3,5-ге тең болады минус 1,5-ге. Мені бізде минус 1,5 шығады. Осымен қатар енді біз модулін анықтайық. Модулін анықтау үшін бізде оның формуласы А тең түбір асты АX квадрат плюс AY квадрат болады. Енді А тең түбір асты минус 1-дің квадраты плюс 3-дің квадраты болады. Сонда бізде түбір асты 10 шығады. Егер бұны түбірден шығарып алатын болсақ, 3,6 шығады. Мұнда біз 3,6 жазамыз. Ал енді біз В векторын анықтайық. В тең формуласы Vx квадрат плюс Vy квадрат. Сонда В тең 3-тің квадраты плюс 1,5-тің квадраты тең болады. 11,25 болады. Оны біз түбір астын шығаратын болсақ, 3,35 болады. Енді сынықын анықтайық. Сының формуласы бізде С
x kvadrat plus sy kvadrat болады. Енді анықтасақ, с тең 2,5-тің квадраты плюс минус 1,5-тің квадраты болады. Тең шығады, сонда бізде 85 шығады. Бұдан түбір бізде 2,192. Енді соңғы d векторын анықтайық. d тең dx квадрат плюс dy квадрат. d тең болады 3-тің квадраты плюс 3-тің квадраты. Сонда бізде шығады 18. Одан шығады 4,124. 4,124. Енді мұнда бізде 3,135 шықты. Мұнда 2,192 шықты. Мұнда 4,124 шықты. Енді біз осылай модулін анықтаймыз. Ал енді біз осы а вектор мен b векторы біріктірсек, сонда n тең а векторы плюс b векторы деген тағы бір кестені қосайық. Оны біз мына жерге жазайық. Екеуін біріктіру үшін бізге n тең a плюс b формуласы қажет. Енді о x-та анықтайтын болсақ, n тең минус 1 плюс 3 тең шығады 2. Ал енді біз о y-өсінде анықтайық. О y m тең 3 плюс 1,5 тең болады 4,5. Яғни мұнда 2 шықса, мұнда 4,5 шығады. Ал енді біз осы екеуінің модулін анықтайтын болса, ол кезде бізде формула m тең түбір асты m квадрат плюс m квадрат. Енді астында m тең түбір асты 2 квадраты плюс 1,5-тің квадраты болады. Сонда бізде тең болады 4,192-ге. Сонда бізде мұнда модулін анықтасақ, бұл жерде бізде 4,192. Енді бұл модулін анықтадық, бұл жерде бізде 4,192 шықты. Ал енді біз n тең с векторы плюс d векторын анықтайық. Бұны мен бұның формуласы тураның формуласын кімдей болады, бірақ бұл жерде n тең с минус d болады. Енді бұл жерде біз ол x-кін анықтайық. n тең 2,5 минус 3 тең 5,5. Мұнда 5,5 болады. Ал енді ол y-ті анықтайтын болсақ, 1,5 минус 3 1,5 шығады. Яғни мұнда 1,5. Енді осылардың модулін анықтайық. Бұл жерде де турана формула қолданылады. Енді тең түбір астында біз 5,5 плюс 1,5 квадраты. Бұнда болады бізде 5,7. Яғни модулі бізде 5,7. Міне осындай
векторларға бар әрекеттерге арналған есепті шығару осы әдістер арқылы шығарылады. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын.